Кремация, мәйітті өртеу процесі. Бүгінгі күні жерлеу рәсімінің бір түрі десек қателеспейміз. Кремация жасау үшін бірінші мәйітті арнайы қоспамен бальзамдайды. Бальзамдалған денені арнайы табытқа салады. Кейін сол табытты арнайы пешке салып, 1000 градус отта жағады. Ал жанбай қалған қалдықтарды үгітіп, күлімен қоса құтыға салып, мәйіттің жақындарына ұстатады. Құтыдағы күлді ашық далаға шашуға не сақтап қоюға болады. Армысыздар қызық іздеген ағайын. Бүгін біз қазақ дәстүріне кереғар болса да, елімізде салынып жатқан крематорий жайында сөз қозғайтын боламыз. Бұл бейнені соңына дейін көру арқылы сіз ислам дінінің мәйітті өртеуге рұқсат бермейтінін білетін боласыз. Шай ішіп тәтті жеп отырсаңыз, тамақтарыңызды ысыра тұрыңыз. Ал біз бастаймыз. Елімізде бұл салтқа сұраныс айтарлықтай көп емес. Тіпті бізде арнайы крематорий болған емес. Бірақ аз уақыт бұрын болған ковид Алматы қаласында кремация орталығының салынуына әсер етті. Құрылысы 2019 жылы басталған Алматы крематорийі бүгінде 80%-ға біткен екен. Нысан аумағынан арнайы техника өткен жылы шығарылған. Ғимарат пайдалануға беруге дайын десе де болады. Тек сыртқы инженерлік желілерді тарту ғана қалған. Крематорий аумағына мәйітхана арқылы кіруге болады. Нысаннан алыс емес жерде зират, 2-ші жылу электр станциясы, өндірістік кәсіпорындар орналасқан. Жақын жерде жеке тұрғын үй немесе көп қабатты үйлер жоқ. Крематорий маңында сонымен қатар 2020 жылы бар болғаны 18 күнде салынған ковид ауруханасы бар. Жерлеу рәсімін өткізетін арнайы агенттіктердің дерегі бойынша карантин кезінде халықта кремацияға деген сұраныс артқан екен. Елімізде бұға дейін бірде-бір крематорий орталығы болмағандықтан мүдделі халық көрші елден осы қызметке тапсырыс берген екен. Ең жақын кремация орталығы Новосібірде екен. Тасымалдау, орындау қызметтерін қосқанда жалпы есебі бұл қызмет 400 мың, 700 мың теңгеге жасалып жүрген. Ал енді өз кремация орталығымыз ашылса, бұл рәсімнің құны 100-120 мың теңгені құрауы мүмкін. Ал дәстүрлі жерлеу рәсімдерінде Алматы секілді үлкен шаһарда тек жер алудың өзі 90 мың теңгенің үстіне шығады екен. Бұны халықтың қайғысынан ақша жасау десек те, шынында үлкен қалаларда жер жетіспеу сынды проблема өткір екені жасырын емес. Бір Боралдай зиратының өзі 300 гектарды құрайды екен. Ол жерде бүгінде орын жоқ деп шенеуніктерді шырылдап жүр. Осы тұста мүмкін кремацияда ең дұрыс шешім шығар. Бірақ та кремацияны бәріміз дерлік жасай алмаймыз. Бұл мәселе бойынша дін басқалай жауап береді. Қазақстандықтардың 2019 жылдық ресми дерек бойынша 92% діни адамдар, оның 70% мұсылмандар, ал 26% христиандар. Отпен азаптау мәселесіне келген уақытта пайғамбарымыздың хадисі бар. Бұл жаңа отпен тек қана оттың раббысы, яғни Алла тағала ғана азаптайды деген мағынада хадистер бар. Сондықтан да бұл отпен жағу, бұл айтқанда адамға деген құрметсіздік болады, дінімізге жат нәрсе. Біздің ұлтымызда да жоқ, бұл айтқан дәстүрімізде де жоқ нәрсе. Сондықтан да бұл шариғатқа сай, яғни адам дүниеден өткеннен кейін оны жер қойнына тапсыру керек. Христиане, мы, конечно, настаиваем на том, что мы должны употреблять традиционное погребение. Но традиционное погребение, насколько оно традиционно? В Древнем Риме христиан хоронили в катакомбах. Это не зарывание в землю. Христа захоронили в пещере, всех иудеев тоже хранили в пещерах. Это не зарывание в землю. Сегодня, конечно, кремация набирает все больше и больше актуальности. Почему? Потому что земли мало, земельное похоронение становится очень дорогим, в Европе так в особенности. И, соответственно, кремация очень скоро, несмотря на то, что в России очень много земли, кремировать здесь будет чаще и чаще, и, соответственно, кремация займет собой традиционное захоронение в землю. Это произойдет очень скоро. Негізі мен қолдаймын, себебі қазіргі менің ойымша негізі адам қайтыс болғаннан кейін ол жеме-жексен болу керек сияқты менің ойымша. Және де после кремации бір пайдасы болатын сияқты мысалға. Оның пепелін жерге көміп ағаш өсіруге болады деген сияқты. Әкімшіліктің бұл нысанды салудағы басты мақсаты мәйіт өртеуден бұрын қауіпті биологиялық қалдықтарды жою болатын. Олардың қатарында медициналық маскалар, костюмдер,
сөмкелер, таңғыштар, шприцтер мен птр сынақ құралдары және тағы басқа болатын. Және сол болып қала бермекте. Не дегенмен бұндай орталықтың бар екенін көрсету, қызметін түсіндіру біздің мақсат. Аталған қызмет түрінің дін, дәстүр, сенімдегі қайшылықтарын айту міндет. Бағдары бізден болса, таңдауы сіздерден ағайын. Келесі бейнеде жолыққанша, қош, сау болыңыздар.